Сәлем достар, біз бүгін рогалики жаңғақпен жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі оңай. Ол үшін бізге ұн қажет. Ұнды міндетті түрде сетадан өткізіңіздер. Және де бөлме температурасындағы маргарин, бір жұмыртқаны қосып, қолмен жақсылап араластырамыз. Маргарин міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Қолмен жақсылап, жұмсақ қамырды илейміз. Міне қамырымыз осылай шықты, қолға жабыспайды және жұмсақ болады. Енді қамырымызды салафанға салып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Рогаликінің начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жаңғақты майдалау керек, және де бір ас қасық балды қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Он 15 минуттай өтті. Енді қамырымызды алып, оны илейміз. 3-4 мм болса болады, және де ешқандай ұн қосудың қажеті жоқ. Енді қамырымызды осылай бөлеміз. Мен 8 бөлшекке бөлдім. Сіздер одан да көп бөлсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Енді начинкамызды ортасына қойып шығамыз. Қалғанын осылай жан-жағына сеуіп шығамыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Тек ортасына ғана салсаңыздар да болады. Бірақ осылай жасағанда, ораған кезде сыртына да шығып, жаңғақтар әдемі көрініп тұрады. Видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Байқағандарыңыздай, рецептте ешқандай қант, шекер жоқ. Олардың бізге қажеті жоқ, себебі бал мен жаңғақ өте керемет тәтті дәм беріп тұрады. Енді алдын ала пешті қыздырып қою керек, және де противеньді маймен немесе осылай маргаринмен жағып шығыңыздар. Алдын ала қыздырылған пешті 25-30 минуттай 180 градуста пісіреміз. Міне біздің рогаликіміз дайын, өте дәмді, жаңғақ пен балмен керемет үйлеседі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылай үстіне сахарный пудра сепсеңіздер болады.